Барлығыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жылдам дайын болатын құймақтардың жасалу жолын ұсынамын. Өте дәмді әрі тойымды. Ерекше құймақтың бірі, тіпті жалқау пирожки деп те айтып жатады. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайтынына 100% сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен піскен жұмыртқаны жасыл пиязды ұсақтап турап аламыз. Барлығын ұсақтап турап алдым. Ендігі кезекте отқа қоятын ыдысымызға айранды құямыз. Суды құямыз. Сонан соң орташа отқа қоямыз. Араластырамыз. Қайнатпаймыз, қайнауға жақын қалғанда оттан аламыз. Енді ыдысқа жұмыртқаны саламыз. Сонан соң қантты саламыз. Тұзды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Ендігі кезекте су араласқан айранды құямыз. Араластырамыз. Електен өткізілген ұнның барлығын салып, біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Сонан соң ас содасын салып, тағы да араластырамыз. Сұйық майды құямыз. Араластырамыз. Мінекей қамырымыз дайын, көріп тұрғандарыңыздай қою болып шығады. Келесі кезекте ұсақтап туралған жасыл пияз бен жұмыртқаны саламыз. Барлығын қасықтың көмегімен немесе силиконды лопаткамен жақсылап араластырамыз. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін, өте тойымды әрі дәмді болып шығады. Құймақ пісіретін табаны отқа қойып, сұйық май құямыз. Сұйық майды тым аз немесе көп қылмаймыз. Мен бір кесе сұйық май құйдым. Қатты отта сұйық майды қыздырып аламыз. Май қызғаннан кейін орташа отта құймақтардың барлығын пісіріп аламыз. Құймақтың қамырын майға салатын кезде араластырып отырып саламыз. Қамырды 1 немесе 1,5 ас қасықтан саламыз. Құймақтың бірінші жағына қарағанда екінші жағы тез піседі. Піскен құймақтарды қағаз сүлгіге қоямыз. Менің каналымда басқа да құймақтардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Барлық құймақтардың екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Мінекей достар, өте дәмді, тойымды құймақтар дайын. Жылдам дайындалады, өте оңай жасалады. Жылдам дайын болатындықтан жалқау пирожки деп те айтып жатады. Осы рецепт маған өте қатты ұнады, енді жиі жасайтын боламын. Сіздер де жасап көріңіздер, 100% ұнайтынына сенімдімін. Осы видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.